Достар, менің қазақша каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруға ұмытпаңыздар. Айсұлу 16 жасқа енді ғана толған, жүзінен нұр тамған, баладай аңғал, өмірге ғашық қыз еді. Әлі мектеп партасында отырғанымен, жүрегі болашаққа деген үмітпен, арманмен толы. Ол ауылдағы қарапайым шаңырақтың жалғыз қызы болатын. Әкесі Нұрлан еңбекқор, мәрт, ауыл-аймаққа сыйлы азамат. Анасы Гүлсім сабырлы, қонақжай, бірақ кейде тым қатал мінезді. Әкесінің жанында жүрген Айсұлу өзін ханшайым сезінетін. Әкесі кешкісін жұмыстан шаршап келсе де, қызымен әңгімелесіп болашағына ақыл қосатын. Қызым, білім ал, ешкімге тәуелді болма, әке-шешең мәңгі қасыңда болмайды дейтін Нұрлан. Айсұлу әкесінің сол сөздерін жүрегіне жазып алған. Ол болашақта мұғалім болуды армандайтын. Түн баласы қолына кітап ұстап, көз ілмей отырғанын көрген анасы: «Әй, қызым, тым құрыса көз жанарыңда аясаңшы, болашақтағы күйеуіңе де көрік керек емес пе?» деп қалжыңдайтын. Сонда Айсұлу ұялып күліп қоятын. Ол кезде ол үшін күйеу, тұрмыс деген сөздер жат болатын. Оның ойы оқу, достары, ертеңгі күннің жарқын бейнесі. Жазғы түндерде ауыл балалары далада жиналып, әңгіме айтып, ән шырқаушы еді. Сол сәттерде Айсұлуда қатарластармен мәз-мейрам болып, болашақ өмірін қиялдап, бақыт деген осы шығар деп ойлайтын. Әкесінің жылы қабағы, анасының қамқорлығы бәрі оның жүрегін шаттыққа бөлейтін. Алайда сол күндердің мәңгілік болмайтынын ол әлі білмеген. Күздің қара суығы ауылға ерте жеткен кезет. Сол күні таңертең бәрі әдеттегідей басталды. Әкесі Нұрлан жұмысына кеткен. Анасы үй шаруасымен әлек. Айсұлу мектепке жиналып жатқан, бірақ кешкісін ауылға қаралы хабар жетті. Нұрлан кенет жүрек талмасынан құлап, о дүниеге аттанып кеткен екен. Айсұлу үшін бұл хабар найзағайдай әсер етті. Жүрегі қақ айырылып кеткендей болды. Әкем өлді деген сөзге сенгісі келмеді. Ол ауыл адамдарының жылағанын, шешесінің шашын жайып еңірегенін көріп, жанын қоярға жер таппады. Әкесінің қаралы денесін үйге әкелгенде Айсұлу шыдай алмай әкесінің үстіне құлап: «Әке, көзімді ашшы, сенсіз мен қайда барамын, сенсіз қалай өмір сүремін?» деп аһ ұрды. Көрші қолаң жұбатқанымен, қыздың жан жарасын ешкім жазар емес. Қаралы үйдің іші қара түнекке айналды. Анасы да түн ұйқысын төрт бөліп, көз жасын көлдетіп жүрді. Сол күннен бастап Айсұлу үшін өмірдің мәні өзгерді. Кеше ғана арман қуып, болашаққа сеніммен қараған жүрек қазір жетімсіреп, үмітсіздікке толды. Әкесінің жоқтығы үйдегі берекені қосала кетті. Ауылдың ер азаматтары да, туыстар да қолынан келгенше көмектесіп жүрді. Бірақ Нұрланның орнын ешкім баса алмады. Ең ауыры анасының әлсіреген, шарасыз түрі еді. Ол кейде Айсұлуға қарап: «Қызым, сен енді әкеңнің орнын басасың. Менің тірегімде, сырласымда сен боласың» дейтін. Бірақ ол кезде Айсұлу да бала еді. Оның да тірекке зәру жүрегі бар еді. Бірақ тағдыр оған ондай мүмкіндік бермеді. Әкесі кеткеннен кейін Айсұлудың үйінде бәрі өзгерді. Кеше ғана көңілді күлкі естіліп тұратын шаңырақ енді үнсіздікпен ауыр күрсініске толды. Анасы Гүлсімнің жүзі суалып, көзі үнемі қызарып жүретін болды. Ол күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылды. Ауыл адамдары бастапқыда қолдап беріп бол деп демеп жүргенімен, уақыт өте бәрі өз тірлігіне кетті. Шынымен өмір тоқтамайды ғой. Бірақ Гүлсім үшін сол өмірдің дәмі кетті. Ол жалғыздықты, жоқшылықты көтере алмай, күннен күнге қашып бара жатты. Айсұлу анасының түрін көрген сайын жүрегі қан жылайтын: «Анашым, жыламаңызшы, мен сізді жалғыз қалдырмаймын. Мен сіздің қасыңыздамын ғой» деп жұбатқанымен, өзінің де жан дүниесі құлазып тұрған еді. Гүлсім кейде түн ортасында төсегінен тұрып, есік алдына шығып кететін.
Айсұлу анасының сыбырлап сөйлеп, әкесінің суретіне қарап, Нұрлан сенсіз қалай өмір сүрмекпін деп сыңсығанын талай естіді. Уақыт өте Гүлсімнің мінезі өзгерді. Бұрынғыдай ақкөңіл мейірімді анадан ашушаң, кейде қатал, кейде қатты сөйлейтін әйелге айналды. Оның жан жарасы қарапайым қайғы емес, жалғыздықтың салмағынан ауырлай берді. Сол сәтте ауыл арасындағы туыс жекжаттарда сөз етіп, жесір әйел жалғыз өмір сүрмейді ғой, біреуіне қосылуы керек деп өсек таратты. Бұл сөздер Гүлсімнің жүрегін тіліп өтті. Жалғыздықтан қажыған ана тағдырдың басқа бір шешімін іздей бастады. Бірақ оның таңдауы кейін Айсұлудың тағдырын мүлде басқа арнаға бұратынын ол кезде ешкім білмеді. Күздің соңғы айлары еді. Жапырақтар сарғайып, жерге төгіліп жатқан шақта, Айсұлудың өмірі де біртіндеп өзгеріп бара жатты. Анасы Гүлсім бұрынғыдан да тұйық, ойлы болып алған. Көбіне үнсіз жүреді, кейде кенет қатқыл сөйлеп, кейде көзінен жас ағып отырады. Айсұлу мұның бәрін әкесінің жоқтығынан деп ойлайтын. Бірақ Гүлсімнің жүрегінде мүлде басқа ой пісіп келе жатқанын ол сезбеді. Сәбит жиі келетінді шығарды, әр келген сайын үйде өзінікіндей жүріп тұратын. Қора қопсыны түзеп береді, қолынан шай ішіп, кейде Айсұлудың қасына әдейілеп жақындайтын. Қыз оны жек көріп тұрса да анасының көзінше үндей алмайтын. Бір күні Гүлсім кешкісін Айсұлуды қасына отырғызып алып, қызым, сен енді кішкентай емессің. Әкең жоқ, мына өмірдің салмағын түсінетін кезің келді. Ертеңгі күніңді ойлауымыз керек деді. Айсұлу аң-таң болды. Неге олай айтасыз? Ана, мен әлі мектеп бітіргем жоқ қой. Болашағым бар, деді жыламсырап. Гүлсім қабағын түйіп көзін төмен салды. Болашағыңның жарқын болуы үшін сенің сүйенішің, қамқоршың болуы керек. Әкең кеткен соң бізге қамқор болатын адам Сәбит қана. Ол туысымыз бөтен емес. Қызым, тағдырдың жазғаны осы шығар деді. Айсұлу анасының сөзінен денесі дір ете түсті. Анашым, сіз не айтып тұрсыз? Ол менің жездем ғой. Қалай мені соған қиясыз деп шыңғырып жіберді. Гүлсімнің көзінен жас ыршып шықты. Қызым, түсін. Ертең ел не дейді? Жесір қалып, қызымды жатқа берді дейді. Сәбит болса жаман емес. Саған да маған да қорған болар еді. Айсұлу анасының қолын ұстап тізерлей қалды. Жоқ, анашым. Өтінемін. Мені оған бермеңіз. Мен оны жек көремін, деп еңіреп жіберді. Бірақ анасының жүрегі бір шешімге бекіп қойған еді. Ол қызын құшағына алса да іштей бұл ең дұрыс жол деп сендіріп отырды. Сол түні Айсұлу көз ілмей шықты. Әкесінің суретіне қарап, әке, сен неге мені жалғыз тастап кеттің деп сыбырлап жылады. Айсұлу мектепте оқып жүрсе де, жүрегінде бір сыр бар еді. Ол ауылдағы көрші ауылдан келетін жігітке ғашық болатын. Жігіттің аты Ержан. Жүрегі кең, жүзі жылы, өзі де білімге құштар, арманы асқақ бозбала еді. Екеуі жазғы кештерде ауыл маңындағы өзен жағасында кездесіп жүретін. Ержан Айсұлудың қолынан ұстап, мен сені ешқашан жылатпаймын. Болашағың жарқын болады. Оқуды бірге жалғастырамыз деп армандарын ақтаратын. Айсұлу да Ержанға сенетін, оның қасында өзін бақытты сезінетін. Әкесінен айырылғаннан кейін де дәл сол жігіттен тірек тапқандай болды. Әрбір кездесуі жүрекке дем, жанға шипа еді. Бірақ анасының айтқан сөзі сол тәтті сезімнің бәрін тіп-типыл етті. Сәбитке беремін деген ойдан Айсұлу түнде де, күндіз де жылай берді. Ержан оның жүдеп жүргенін байқап, не болды, Айсұлу, бір нәрсе жасырып жүрсің бе деп сұрады. Айсұлу көз жасын тыя алмай, мені анам жездеме бермекші. Мен сені сүйемін, Ержан. Бірақ қолымнан түк келмей тұр деді. Ержанның жүзі сұрланып кетті, жүрегін өрт шалды. Бұл деген сұмдық қой. Қалайша жездесіне сен бұған көнбе. Мен сені ешкімге бермеймін деді ашуға булығып.
Айсұлу болса мен қарсыласқым келеді. Бірақ анамның шешімі қатты. Ол тыңдамайды. Мен қайда барам деп еңіреп, сүйгенінің кеудесіне басын қойды. Екеуі қол ұстасып, үнсіз көп отырды. Тек өзеннің сылдыры ғана естіліп тұрды. Сол түні Айсұлу алғаш рет өзінің шынайы бақытынан айырылып бара жатқанын анық сезінді. Ол сүйгенін, арманын, еркіндігін тағдырдың тар қолына беруге мәжбүр еді. Айсұлудың жүрегі күннен күнге қысыла берді. Сырттай бәрі жайбарақат сияқты көрінгенімен, іштей ол азапталып жүрді. Анасы Гүлсім болса, күн сайын қызын Сәбитке берудің себебін айтып үгіттей берді. Қызым, уақыт күтпейді. Қыздың басы бос жүрмейді. Сәбит сен екеумізге қамқоршы болады дейтін анасы. Айсұлу үн қатпай жылап отыра беретін. Оның жүрегі жоқ деп айқайласа да тілі байланғандай еді. Анасының әр сөзі темірдей, оған қарсы келсе анасына қарсы шыққандай сезінетін. Сол күндері Сәбит те батылырақ бола бастады. Үйге келгенде Айсұлудың қасына әдейілеп жақындап, кейде қыз деп емес, қалыңдық деп сөйлейтінді шығарды. Қыздың жаны мұздап, бойы түршігетін. Бірақ анасының көзінше қарсы келмеді. Бірде түнде Айсұлу сүйгені Ержанға барып бәрін айтқысы келді. Бірақ қорықты, анам ренжіп қалады, ауыл өсек қылады деген ойдан арыла алмады. Өз жүрегінің дауысын емес, анасының шешімін тыңдауға мәжбүр болды. Көп ұзамай ауыл ішінде сыбыс тарады. Нұрланның қызы жездесіне ұзатылады екен деген қауесет әр үйге жетті. Біреу мүсіркеді, біреу сөкті. Бірақ ешкім ашық араша болмады. Айсұлу үшін бұл сөздер найзадай қадалды. Ол көшеге шығудан қорқатын болды. Қыздар арасында да сыбыр-күбір тоқтамады. Сәбитке қалыңдық бопты деген мазақты сөздер құлағын кесіп өткендей ауыр тиді. Жүрегі махаббатқа толы, арманға толы қыз енді өз тағдырына қарсы ештеңе істей алмай, мәжбүрлікке көнуге жақындап қалған еді. Сәбит пен Гүлсімнің шешімі ақыры анық болды. Бір кеште Гүлсім қызының қасына келіп, ауыр күрсініп отырды. Қызым, сөзді созудың жөні жоқ. Ертең құда-құдандалы боламыз. Сәбитке қалыңдық болып баруыма тура келет деді. Анасы Айсұлу төбесіне жай түскендей болды. Жоқ, анашым. Мені өлтірсеңіз де оған бермеңіз, мен оны сүймеймін. Деп жылап жіберді. Гүлсім қызын құшақтап, көз жасын сүрткісі келді. Бірақ өзі де жылады. Түсін қызым, менің басқа амалым жоқ. Жалғызбын, әлсізбін. Ертең елге масқара боламыз. Сен бөтенге кеткенше өзіміздің туысымызға барсаң, ар ұятқа да жеңіл болады. Айсұлу басын шайқап анасының тізесіне жығылды. Анашым, мені тыңдаңызшы, мен сүйген адамым бар. Ержан бар ғой. Ол мені ешқашан жылатпайды. Неге оған қоспайсыз? Гүлсімнің көзінен от шашырады. Жоқ. Ержанға берсем, ертең Нұрланның жесірі қызын жатқа берді дейді. Елдің сөзі менің құлағымды жеп қояды. Сен түсінбейсің бе, мен де тірі адаммын. Айсұлу анасының қатал үнінен шошып үнсіз қалды, бірақ жүрегі қақ айырылғандай болды. Сол түні ол әкесінің суретіне қарап еңіреп жылады. Әке, сен барда бәрі жақсы еді, енді мені өз бауырыңа қияйын деп жатыр. Бұл әділет пе? Мені құтқаршы, әке деп дауысы қарлыққанша жылады. Таң атқанша қыз көз ілмеді. Терезеден айға қарап отырып, өзінің үміті мен арманын ақтық рет ойша құшақтап, көз жасымен шығарып салды. Ол анасына қарсы шыққысы келді. Бірақ ананың сөзі, қоғамның қысымы, ауылдың сыбыры бәрі қыздың қолын байлап, тіліне кісен салды. Жүрегі қарсылыққа толы болғанымен, Айсұлу сол түні тұңғыш рет өзінің тағдырын өзгерте алмайтынын анық сезінді. Көктемнің алғашқы айы еді. Бірақ Айсұлудың жүрегіне жылылық емес, қара бұлт орнаған.
Ауыл ішіндегі әңгіме шегіне жетті, бәрі Нұрланның қызы жездесіне ұзатылады екен деп шулады. Гүлсім ешкімнің сөзіне құлақ аспай, той қамына кірісіп кеткен. Қора толы қазан ошақ, үйге ағылып жатқан әйелдер, жақсы іске жиналдық деп жүрген туыстар бәрі Айсұлуға азаптай көрінді. Қыздың жан дүниесі жылап тұрса да, сыртынан бәрі бақытты қалыңдық кейпін күтті. Бетіне қалың бояу жағып, қолына қызыл орамал байлап, сәугелі кигізді. Айнаға қараған Айсұлу өзін танымай қалды. Бұл мен бе, бұл бақытты күн емес, бұл менің жаназам ғой деп ойлады. Той басталды. Ән айтылып, күй тартылды, қонақтар мәз-мейрам болып отырды. Бірақ қалыңдықтың көзінен жас тоқтар емес, қолына шырақ ұстап, жүзінен күлкі төгілсін деп ән шырқаған қыздардың ортасында ол тас мүсіндей қатып тұрды. Сәбит болса, паңданып, елдің алдында күліп, қыздың қолынан ұстап, өзіне тартты. Айсұлудың жүрегі тітіркеніп, қолын тартып алғысы келді. Бірақ айналадағы жүздеген көзден ұялып, амалсыздан тұрды. Сол сәтте оның жан дүниесі айқайлап тұрды: ешкім менің жылап тұрғанымды көрмей ме? Неге бір жан араша түспейді? Неге менің тағдырымды ойыншық қылды? Тойдың соңында Айсұлу босаға аттады. Бұл қазақтың салтында қыздың жаңа өмірге қадам басқаны еді. Ал Айсұлу үшін бұл бақытқа емес, тозаққа басталған жол болатын. Той тарқап, қонақтар кеткен соң үй іші тып-тыныш қалды. Айсұлу ақ отауда отырды. Жүрегі атша тулап, көзі жасқа толы. Бұл түн мүлде келмесе екен деп тілеп еді, бірақ уақыт аяусыз. Сәбит кірді, үстінде сәлем сауқытпен келген киімдері, жүзі қуанышқа толы. Ол өзін нағыз жеңімпаз сезініп тұрды. Қасына жайғасып, қыздың иығына қолын салды. Айсұлу дір етіп, қолын итеріп тастады. Жақындамаңыз. Сіз маған әкем дейсіз. Сізді жек көремін деп шыңғырып жіберді. Бірақ Сәбит күліп қойды. Бүгіннен бастап сен менің жарымсың. Қашып құтыла алмайсың. Тек уақыт өте бәріне үйренесің, деді салқын қанды. Қыз көз жасына ерік беріп, жерге тізерлей отырып, өтінемін, маған тиіспеңіз. Менің жүрегім басқаға тиесілі. Сізге әйел бола алмаймын деп жалынды. Сәбиттің жүзі қарауытып кетті. Ол қыздың иығынан қатты ұстап, өзін қарай тартты. Жүрегің қайда болса да, тәнің менікі. Сен менің заңды әйелімсің. Бүгіннен бастап бәрі өзгереді, деді қатқыл үнмен. Айсұлу жан айқаймен қарсыласты, бірақ әлсіз еді. Оның көз жасы да, жалбарынған даусы да Сәбиттің құлағына жетпеді. Сол түні Айсұлу өміріндегі ең ауыр түнді бастан кешті. Жүрегі жараланды, ар-намысы тапталды. Ол өзінің ешқашан бұрынғыдай бақытты бола алмайтынын анық түсінді. Таң атқанда Айсұлуның жүзі ағарып кеткен, көзінен жас тоқтамаған еді. Терезеден күннің алғашқы сәулесі түскенде, ол іштей сыбырлады: Құдайым, мені неге тірі қалдырдың? Бұл түн оның жастық шағының, арман қиялының жерленген түні болды. Қыздың тағдыры мүлде басқа арнаға бұрылған еді. Той өтті, ел жұрт құтты болсын айтып тарқасты, бірақ оның жүрегі қаралы қапаста қамалғандай еді. Жанында отырған күйі өзіне бөтен әрі жаны шошынатын жездесі үйленген. Алғашқы күннен бастап ақ қыз оның қаталдығын, шынайы бет бейнесін көре бастады. Жездесі үйде өзін қожа сезінді. Сен енді менің әйелімсің, басқаға қарама, тіпті аузыңнан шыққан әр сөзіңді қадағалаймын деп ашық айтып жүрді. Қыздың әрбір қимылы, әрбір тынысы есептеулі сияқты еді. Ол мүлде еркін жүре алмайтын болды. Жаңа отаудағы күндері азапқа айналды. Ертең тұрмай жатсаң мені күтіп отырма деп жездесі таңғы асын уақытылы дайындататын. Далаға шықпа, көршілер не дейді деп тыйым салатын. Сенің ойыңда біреу бар шығар, көзқарасыңнан ақ білемін деп орынсыз қызғанатын. Әрбір сөзі пышақтай тілетін. Қызды адам деп емес, бір иелік етілген зат сияқты қабылдайтын.
Мен сені қалай да алам, бұл менің құқым дегендей, өзінің үстемдігін көрсетіп бақты. Кешкісін екеуі төргі бөлмеде отырғанда қыздың жанарынан жас тамшылап, көкірегінде тұншыққан бір өксік тұрып алатын. Бірақ жездесіне қарсы сөз айтуға дәрмені жетпейтін. Анасының бәрін шыда қызым, бұл сенің тағдырың деген сөзі есіне түсіп, қақпанға түскен торғайдай ішінен ғана жылап қоятын. Ол өзіне өзі сұрақ қоятын: неге мен? Неге анам мені қорғай алмады? Неге туған әкемнің орнын басқан адам бүгін менің жанымды жаралап отыр? Бірақ жауап жоқ еді. Күн артынан күн өтіп жатты. Қыздың өмірінде шаттық та, еркіндік те жоқ еді. Бойжеткен шақта қиялдап армандаған жарық болашақ орнына тар қапастай өмірге душар болды. Ол таңертеңнен кешке дейін үй шаруасын тындырғанымен жүрегіндегі ауыр ойдан құтыла алмайтын. Көз алдына сүйген жігіті елестейтін сол бір кіршіксіз махаббат қыздың жүрегіне сыймай кеткен алғашқы сезім енді тек алыста қалған естелік сияқты еді. Жездесінің қаталдығы күннен күнге артып, қызды үнемі жазғыра берді. Әйелдің міндеті күйеуіне қызмет ету, айтқанын екі етпеу деп қайталай беретін. Кейде қыздың үнсіздігіне ашуланып, даусын көтеретін. Осы сәттерде қыз жүрегі дүрсілдеп, өзі көрген азапты тағдырына лағнет айтатын. Ол іштей арпалысып жүрді: менің өмірім осылай жалғаса бере ме? Әлде бір күндері жарық жол табылады ма? Егер қашсам, анам не болады? Ал анамның өзі мені осы азапқа салды емес пе? Әр түн сайын ол жасырын жылап, төсегін жаспен жуатын. Таңертең оянғанда жүзі солғын, жанары мұңды болатын. Бірақ ешкімге сырын ашпады, тіпті анасына да. Өйткені анасының жауабы белгілі еді: бәріне шыдау керек. Қыздың жан дүниесінде үміт пен күдік арпалысып, жүрек екіге жарылғандай еді. Бір жағында бостандыққа ұмтылған арманшыл жүрек, екінші жағында анасының сөзіне байланған мойынсұнған тағдыр. Сол сәттерде ол күнделік жаза бастады. Кішкентай ғана қоңыр дәптеріне жүрек сырын ақтарып, тек сол парақтарға ғана сенетін болды. Ол дәптер оның жалғыз сырласы, жалғыз жұбатушысы еді. Ауылдың тіршілігі, бәрі бір-бірін білетін, әркімнің ісіне араласа беретін орта. Қыздың тағдыры да жұрттан жасырын қалған жоқ. Анасы өз қызын жездесіне берген екен деген әңгіме тез тарап, өсек аяңның оты лезде тұтанды. Көршілердің кейбірі сырттай аяйтын: бейшара қыз-ай, анасы не ойлады екен? Өз қандасынан бақыт таппасы белгілі ғой деп сыбырласатын. Бірақ кейбіреуі керісінше тілін безеп: қыз өз еркімен көнбесе ешкім зорлап әкеле алмайды. Шындықты тек өзі білет деп кінәні қыздың өзіне артып қоятын. Қыз базарға барса да, құдықтан су әкелсе де, көзін тіккен адамдарды көретін. Артынан естілетін күбір сыбыр жанын жаралайтын. Жездесіне тиіп алған қыз деген атақ оған таудай ауыр жүк болды. Ең сорақысы, қыздың құрбы-құрдастары енді оны жатсына бастады. Бұрын бірге күліп ойнап жүрген қыздар, енді алшақтап, ұят нәрсеге барған деп ішінен айыптап жүрді. Қыздың жүрегін осы жағдай қатты жаралады. Ол өзін жалғыз сезініп, елдің бәріне бөтен сияқты болды. Жездесі болса, ауылдың әңгімесіне мүлде мән бермеді. Елдің сөзі жел: сен менің әйелімсің, басқаға қарама деп қысқа қайратын. Ал анасы болса, қыздың жан жарасын сезсе де, халық айтады да қояды. Сен тек шыда дегеннен артық сөз таппады. Сөйтіп қоғамның көзқарасы қызды одан сайын тұншықтырып, іштей сөндіріп бара жатты. Күндердің күнінде қыз қолына ескі дәптерін алып іштегі бар мұңын ақтара бастады. Әр параққа төгілген сөздер оның жүрегінің айқайы, жанын жеген қасіреті еді. Мен өз тағдырымның иесі емеспін. Басқаның шешімімен өмір сүріп жатырмын. Әкем тірі болғанда мұндай қорлыққа жол бермес еді. Анам ше? Неге мені қорғап қалмады? Неге мені өзінің қолымен тозаққа тастады деп жазды ол дірілдеген қолымен.
Ол дәптерді жастығының астына жасырып қоятын. Тек соған сырын айтып, жүрегін босатып көз жасын төгетін. Әр сөз күйіп тұрған жараның үстіне тамғану секілді еді. Кей түндері ол өткен өмірін еске алатын. Әкесінің мейірімді жүзі, кешкісін дастархан басында айтқан әңгімелері, әкесінің қызым, сенің жолың ашық болсын деп батасын берген сәттері көз алдына келетін. Қыздың жүрегі шыдамай өксіп жылайтын, ал жүрегінің тереңінде бір бейне сүйген жігіттің жүзі жиі оралатын. Оның жылы көзқарасы, нәзік күлкісі, қолын ұстап тұрып, мен сені ешқашан жылатпаймын деген уәдесі сол уәде енді орындалмай қалғандай көрінетін. Бірақ үміт оты өшпей, әлсіз болса да маздап тұратын. Қыз өзінің тағдыры мәңгілік осылай болмайтынына сенгісі келді. Бірақ қай күні қалай өзгерерін білмеді. Жүрегінде із қалдырған қайғы да, арман да, махаббат та оны әрі жегідей жеп, әрі тірі ұстаған жалғыз күш еді. Қыз ұзақ уақыттан бері ішіндегі мұңын анасына айтпай жүрді. Бірақ бір күні шыдамы таусылып, көз жасын тыя алмай, шешесіне ашылып сөйледі. Анашым, неге мені осындай тағдырға бердіңіз, деді ол дірілдеген дауыспен. Менің сүйгенім бар еді, арманым бар еді. Сіз бәрін білдіңіз. Неге мені тыңдамадыңыз? Анасы бір сәтке тосылып қалды, жүрегі селт етті, бірақ сыртқа сыр бермей, жүзін қатайтып, қызым, бұл сенің тағдырың. Әкең кеткен соң жалғыз қалған шаңырақты кім көтереді? Ел не дейді? Жесір қалған әйелдің күйікті өмірін көріп жүрмін. Сенің жолыңды ашу үшін солай істедім, деді. Аштыңыз ба жолымды деп қыз айқайға басты. Сіз менің жолымды жауып тастадыңыз. Мен енді қалай өмір сүремін? Өз жездеме әйел болып, күнде қорлық көріп сізді кешірмеймін. Анасының жанарынан жас ыршып шықты. Ол да жанын қинаған сөзді ақтармай тұра алмады. Сен ойлайсың ба, маған оңай болды деп жүрегім қан жылады, бірақ басқа амал жоқ еді. Ертең жалғыз қалғанда сен қайда барушы едің? Жездейің сенен теріс айналмас, қамқор болады деп сендім. Қамқор ма, деді қыз кекесінмен. Ол мені қыспаққа салып, өз меншігіндей көреді. Бұл қамқорлық па, бұл азап? Қыздың көзіндегі ашу мен өкпе анасының жанын күйдірді. Анасы үнсіз қалып, тек қолымен жүзін басып жылады. Ал қыз жылап тұрып бөлмеден шығып кетті. Сол күннен бастап екеуінің арасындағы қарым-қатынас салқындап, араларына қабырға тұрғызылғандай болды. Араға бірнеше апта өткен соң қыз күтпеген жайтты естіді. Үйге ауылдың бір жеңгесі келіп қалып, әңгіме арасында лақтырып айтты. Білесің бе, жездейің баяғыдан-ақ саған көз тігіп жүреді ғой. Қыздың жүрегі дір етті. Не дейсіз? Деді ол, сенер сенбесін білмей. Иә, деді жеңгесі жайбарақат. Тіпті әкең тірі кезінде де, сен есейе бастағанда осы қыз менің қолыма тисе деп әңгіме айтқанын құлағым шалған. Әкең жоқ болған соң соның ойы жүзеге асты ғой. Бұл сөз қыздың жүрегіне оттай тиді. Жездесінің тағдыр деп отырғаны, анасының амалсыз шешім дегені шын мәнінде көптен ойластырылған арсыз жоспар болып шыққанына енді көзі жетті. Ол түнде көз іле алмай, іштей аласұрды. Демек, менің тағдырым әлдекімнің ескі құмарлығына айналған екен ғой. Анама да бұл құпия білген шығар. Әйтпесе қалайша мені өз қолымен соған бере салады деген ой санасын жегідей жеді. Қыздың жүрегінде бұрынғыдан да үлкен жара пайда болды. Ол енді тек қапастан құтылуды ойлады. Бірақ қайда бармақ, кімге сенбек? Анасына сыр айтуға болмайтыны анық еді. Жүрегі қақ айырылып, жалғыз қалғанын сезінді. Осы сәтте оның есіне бір бейне, баяғыда сүйген жігіті қайта-қайта орала берді. Қыздың жүрегін жалмаған қасірет күннен күнге үдей берді. Енді ол сыртқа шықса да көзіне жас үйіріліп, ешкімге қарай алмайтын. Бірақ тағдыр кейде күтпеген сыймен адамды селт еткізеді. Бір күні ол ауылдан базарға барды.
Әдеттегідей жездесі артынан аңдып жүреді деп ойлаған, бірақ ол басқа шаруаға кетіп, қыз жалғыз қалған еді. Қолына дорбасын ұстап, халықтың ортасында жүргенде, жүрегі тоқтап қалғандай болды. Дәл алдында баяғы сүйген жігіті тұр еді. Жігіт те оны бірден таныды. Көздері түйіскен сәтте, екеуінің жанарынан қанша айлар бойы жиналған сағыныш пен өкініш қатар жарқ ете қалды. Қыздың қолындағы дорбасы жерге түсіп кетті. Жігіт бірден жүгіріп келіп, қолын созды. Бұл сен бе? Шын сенсің бе? Деді ол даусын әрең шығарып. Қыздың жанары жасқа толып, ерні дірілдеп, мен иә деп сыбырлады. Жан-жағына қарап, халықтың арасынан шетке шықты. Жүректері дүрсілдеп, үнсіз біраз тұрды. Содан кейін жігіт алғаш болып сөз бастады. Саған не болды? Неге жездесіне тұрмысқа шықтың? Менің іздегенімді білесің бе? Қыз көзін төмен салып, жүрегін ауыртқан шындықты айтуға батпады. Тек көз жасына ерік берді. Жігіт оның жанарынан ақ бәрін ұқты. Сен бақытсызсың деді ол жұдырығын түйіп, бірақ сенің әлі де бақытқа құқығың бар. Мен сені ешқашан ұмытпадым. Қыздың жүрегі әлденеге үміттеніп, жылып сала берді. Бұл кездесу қараңғы түнде жарқ еткен найзағайда еді. Бірақ ол біраздан соң өзін тежеп айтпай екеумізге болмайды деп сыбырлады да асығыс кетіп қалды. Алайда ол сәт қыздың жүрегінде қайта оянған үміт отын тұтатты. Сол күннен бастап қыздың ойынан сүйген жігіті шықпай қойды. Көзіне оның бейнесі елестеп, жүрегі елжіреп, санасын жылы сезім билейтін, бірақ сонымен қатар жүрегін күдік пен қорқынышта қысып тұратын. Жездесі қыздың өзгерісін бірден байқады. Көзін күліп жүр. Әлде біреу бар ма деп күдіктене бастады. Бұл күдік қызды одан сайын тұншықтырып, әр қадамын абайлап басуға мәжбүрледі. Бірақ жігітте қарап отырмады. Бір-екі рет ауыл сыртында оны тосып алып, қысқа ғана тіл қатып үлгерді. Сол сәттерде қыздың жүрегі тыныстап, өзін қайта тірілгендей сезінетін. Мен сен үшін бәріне дайынмын деді жігіт бір кездесуінде. Қашанға азапқа шыдайсың? Bir күні бұл қапастан босап шығасың. Мен сені күтемін. Қыз оның сөзінен қуат алды. Бірақ іштей қорқатын, бізді біреу көріп қойса қайтеміз? Жезден біліп қойса? Ол кешірмейді. Жігіт оның қолын ұстап, қорықпа. Тағдыр бізді сынап жатыр. Бірақ бұл сынақта өтеді деді. Қыздың жан дүниесінде екі дауыс арпалысты. Бірі сенің махаббатың бар, сен босауға тиіссің десе, екіншісі анаңды, өз өміріңді ойла. Қашып құтылсаң бәрі саған лағнет айтады деп тоқтата берді. Сол арпалыстың арасында қыз күндерін өткізіп жүрді. Бірақ жүрегінің түкпірінде үміт оты әлдеқайда күштірек жанып тұрғанын өзі де сезетін. Қыз бен жігіттің арасындағы байланыс күн өткен сайын тереңдей берді. Алғашында тек бір-бірін алыстан көруге қанағат ететін. Кейін ауыл сыртындағы ескі тоғайға барып, жасырын жолығуды әдетке айналдырды. Сол сәттерде ғана қыз өзін еркін сезінетін. Әдетте жүрегін қысып тұратын қорқыныш пен мұңнан арылып, қайтадан жас, ғашық қызға айналатын. Жігіт оның қолын ұстағанда бүкіл дүниенің азабы ұмытылып кеткендей болатын. Сен мен үшін ең қымбат жансың деді жігіт бір кездесуде. Қорқып жүрмін, бірақ махаббатымызды жасырған сайын жүрегім одан сайын өртеніп барады. Қыздың көзінен жас ыршып шықты. Ол жігіттің кеудесіне басын сүйіп тұрып сыбырлады. Мен сенімен болғанда ғана бақыттымын. Бірақ бұл бақыт үшін қанша азап кешетінімізді ойласам, жүрегім ауырады. Олар тоғайдың тыныштығында сағаттап отыратын. Әр кездесуде қыздың жүрегіндегі махаббат бұрынғыдан да өрши түсті. Бірақ сол махаббаттың үстінде қара бұлт қалықтап тұратынын екеуі де сезетін. Жігіт оны құшақтап тұрып, бір күні біз ашық өмір сүретін боламыз. Бұл құпия мәңгіге жалғасып кете алмайды. Сол күнге дейін тек шыда деді. Қыз тек басын изеді.
Өйткені ол өзі таңдамаған тағдырдың құрсауынан шығуға дайын ба, дайын емес пе, оны өзі де білмейтін, бірақ жүрегінің тереңінде бір дауыс сен азат болуға тиіссің деп сыбырлай берді. Алайда құпия махаббат ұзаққа созылмады. Қыздың жанарындағы өзгеріс, бетінде пайда болған ерекше нұр жездесінің көзінен таса қалмады. Неге сен соңғы күндері басқаша жүрсің деп сұрады. Ол бір күні күдіктене қарап басқаша дейсіз бе деді. Қыз қапелімде иә деп жездесі қабағын түйді. Бұрын үндемей жүретінсің, қазір жүзінде бір түрлі жылылық бар. Біреумен кездесіп жүрген жоқсың ба? Қыздың жүрегі тарсылдап қоя берді. Ол сыр білдірмеуге тырысты. Қалай ойлайсыз, мені кімге жолатасыз? Сіздің көзіңізден қайда қашар едім? Жездесі біраз уақыт үндемей отырды. Бірақ көзінен от ұшқындап, қызға шаншыла қарады. Сол күннен бастап ол қызды бұрынғыдан бетер аңдып, әр қадамын бақылауға көшті. Тіпті кешкісін далаға шықпа, босқа жүрсең, бір бәлеге ұрынасың деп бұйыра бастады. Қыздың жаны одан сайын тұншығып, әр кездесуге бару қиынға соқты. Бірақ махаббаттың күші қорқыныштан да мықты еді. Ол жігітпен көріспей тұра алмайтын. Бір жолы тоғайға барғанда қыз көз жасына ерік беріп, бәрі біліп қояма деп қорқамын. Жездемнің көзі өткір, бәрін сезіп қойған сияқты деді. Жігіт оның қолын қысып, қорықпа. Біз ешкімге зиян келтіріп отырған жоқпыз. Бұл біздің жүрек қалауымыз. Егер бір күні бәрі әшкереленсе де, мен сені ешқашан тастамаймын деді. Осы сөздер қызға күш бергендей болды, бірақ жездесінің күдігі күн сайын артып, қыздың тағдырын одан сайын күрделендіре түсті. Күздің соңғы күндері. Аспаннан сіркіреп жаңбыр жауып тұр. Жол бойында жалғыз келе жатқан қыздың жүрегі әлдебір ауыр ойға шырмалған. Қолында университетке тапсырған құжаттарының көшірмесі, сөмкесінде азғантай ғана кітаптары бар. Ол өзінің болашағы үшін күрескісі келетін, бірақ артта қалған ауылдағы тағдыры оны әр қадам сайын кері тартып тұрғандай. Қалаға барған күндердің бірінде ол күтпеген жерден әкесінің бұрынғы жақын досын кездестірді. Ол кезінде әкесімен бірге қызмет еткен, бірақ кейін қалаға көшіп кеткен кісі еді. Жылы жүзді, сабырлы, салмақты адам болатын. Қызды көрген сәтте ол таңғалып, жүзіне қадала қарады. Сен марқұм Әлидің қызысың ба деді. Ол көздері жасаурап, иә, аға деді қыз даусы дірілдеп. Екеуі ұзақ сөйлесті. Әкесінің досы оған әкең тірі болса, сені бұлай қорқылмас еді. Сенің тағдырың әділдікті, сенің болашағың жарқын өмірді қажет етеді. Қалада оқуыңа көмектесемін, ешкімге жалынба, білім сенің жалғыз құтқарушың деп жанашырлық танытты. Бұл сөздер қыздың жүрегіне үміт сыйлады. Ол алғаш рет болашағына нақты жоспар құра бастады. Бірақ үйге қайтқанда тағы да шындыққа соғылды. Анасының жүдеу бейнесі, жездесінің суық қарасы, ауылдағы өсек аяң, барлығы оны қапастан шығармай ұстап тұрғандай еді. Ауылға оралған сәтінде қызды тағы да ауыр шындық күтіп тұрды. Жездесі бұрынғыдан да қатал, қыздың әрбір қадамын аңдып жүр. Анасы болса мүлдем үнсіз. Жүрегінде от бар сияқты, бірақ ол отты сыртқа шығара алмайды. Бір кеште жездесі қызға тік қарап, сен қалаға бара берме. Ол жақта саған орын жоқ. Біз сені мұнда алып қаламыз. Анаңа да маған да сен керексің деді. Қыздың көзіне жас толып, менің тағдырымды өзім шешемін деді, ашуға булығып. Бірақ анасы араға түсіп, қызым, сабыр ет. Қазір қарсыласар болсаң, бәрі қиындайды. Сенің амандығың мен үшін ең бастысы деп жылап жіберді. Осы сөздер қызды одан сайын күйзелтті. Ол анасының жездеге бағынғанын түсінді, бірақ солай істеу арқылы анасын да, өзін де құрбандыққа шалып отырғанын білді. Түн ішінде қыз жалғыз отырып ойланып шықты, не істесем екен? Анама қолдау боламын ба, әлде өз өмірім үшін күресемін бе? Егер кетсем, анамды тастап кеткен боламын.
Ал қалсам, болашағымды өлтірген боламын. Оның жан дүниесінде қақтығыс басталды. Үміт пен үрей, арман мен қорқыныш бір-бірімен шайқасып жатты. Қыздың жан дүниесіндегі қақтығыс күн сайын күшейе түсті. Қаладағы әкесінің досы айтқан сөздері оның жүрегіне шоқ болып түскен еді. Білім жалғыз құтқарушың деген үн әр түн сайын құлағына естілетіндей. Бірақ үйде өзін қапаста жүргендей сезінді. Анасының үнемі үнсіздігі, жездесінің өктемдігі қыздың төзімін тауысты. Бір күні кешке, жездесі тағы да қызға төнді. Оның көзқарасы қызды үрейге салды. Сен әлі де қалаға кетемін дейсің бе, деді ол ашулы үнмен. Иә, мен кетемін, деді қыз жүрегін шымшып көз жасына ерік бермей. Жоқ, сен ешқайда кетпейсің. Бұл үй сенің орның, деп үстелді жұдырығымен қойып қалды. Сол сәтте анасы араға түспек болып қолын созды. Тоқташы. Қызымды қорқыта берме, деді дірілдеп. Жездесі оған суық қарады. Анасының сөзіне іштей сүйсінгенімен, қыз одан сайын ауыр ойға батты. Менің болашағымды құртып қана қоймай, анамды да қорлап жүр. Бұл қапастан құтылмасам бәріміздің тағдырымыз түнекке айналады. Түн ішінде қыз үнсіз сөмкесін дайындады. Қолына тек құжаттары мен азғана киімін алды. Терезеден сыртқа көз тастап ауылдың үнсіздігін тыңдады. Жүрегі дүрсілдеп, қолы қалтырап тұрды. Анамды тастап кетемін бе деген ой жанын қинады. Бірақ дәл осы сәтте ол бір шешімге келді. Кетуі керек, әйтпесе ешқашан жарық өмірге жол таппайды. Таң атпай жатып ол ауылдан кетіп қалды. Қыз қалаға жеткенше жүрегі дүрсілдеп тоқтамады. Жол бойы артынан қуып жетіп, ұстап алатындай сезімнен арыла алмады. Жолаушылар автобусының терезесінен сыртқа қарап, әр бұрылыстан қорқыныш іздегендей болды. Бірақ қалаға жеткенде ғана аз да болса тынысы ашылғандай болды. Алдымен әкесінің досына барды. Ол кісі қызды көргенде қуанып, дұрыс дедің қызым. Сенің орның осы қала. Бұл жерде сенің болашағың бар. Қорықпа, мен қолымнан келгенше көмектесемін, деді. Қыздың жүрегі жылып сала берді. Ол алғаш рет өзін қорғансыз емес, үмітті адам ретінде сезінді. Бірақ ауылдан келген өсек пен сөздер артта қалмады. Жездесі ауылда отырып ақ елге, қыз қалаға қашып кетіпті. Оқымай-ақ не бітіреді, бізге арсыз болды деген сияқты әңгімелерді тарата бастады. Бұл өсек анасының құлағына жетті. Анасы ауылда жалғыз қалған күйі күн сайын жылап жүрді. Ол қызын түсінгенімен ауылдағы қысым оны езіп бара жатты. Жездесі болса ашуын анадан алды. Қызыңның қашқаны сенің кінәң. Сен тоқтата алмадың деп күн сайын кінәлайтын. Ал қалада қыздың да жолы жеңіл болмады. Жатақханаға орналасқанша қиналды. Оқуға қабылдану үшін құжаттармен әуре болды. Қаржы жетпей талай рет аш қалды. Бірақ соған қарамастан ол өз жүрегіне серт берді. Мен әкемнің арманы үшін, анамның тағдыры үшін, өз болашағым үшін күресемін. Осылайша ол күрес жолына түсті. Қыз қаладағы өміріне үйреніп қалғанымен әр күні күреске толы болды. Таңертең университетке сабаққа барса, кешке жұмыс істеп ақша табатын. Бірде асханада ыдыс жуды, бірде дүкенде кассада отырды. Қалтасы жұқа болса да, рухы мықты еді. Ол бір сәтте артқа шегінбеді. Түн ішінде шаршап келіп тар бөлмесіне құлай кетсе де, жан дүниесінде бір жалын бар еді. Менің болашағым осылай қалмайды. Мен білім аламын, мен өз орнымды табамын. Анасы үшін де жүрегі алаңдайтын. Күн сайын телефон соғып, анашым, сізге ауыр соғып жатқанын білемін. Бірақ мен үшін шыдаңызшы. Ертең сізді бұл қара түнектен алып шығамын деп жұбататын анасы әрдайым көз жасын жасырып тұрып, қызым, мен сенімен мақтанамын. Әкең тірі болса, сенің бұл қадамыңа риза болар еді, дейтін.
Жездесі болса, ауылда қанша тырбанып өсек таратса да, уақыт өте келе оның да даусы бәсеңдей бастады. Ауыл адамдары қыздың батылдығын сөз қыла берді, бала болса да, өз жолын тапты деп, кейбірі іштей сүйсінді. Жылдар өтті, қыз оқуды үздік бітірді, шетелдік бағдарлама арқылы білімін жалғастырып, кейін өз елінде қызметке тұрды. Ол білімді көргенді, ел алдында абыройлы қызға айналды. Бір күні туған ауылына қайта оралды. Сол баяғы таныс көшелер, сол қараша үй. Анасы есік алдында оны көргенде көзінен жас парлап құшағына алды. Қызым, сен мені ғана емес, әкеңнің атында биік еттің, деді күліп. Қыз анасының қолын қысып тұрып, бұл екеуміздің жеңісіміз, анашым. Сіз маған өмір сыйладыңыз, мен сізге жаңа өмір әкелдім, деді. Жездесі болса, олардың алдында тұруға беті жетпеді. Оның билігі тек қорқыныш пен әлсіздіктен құралғанын бәрі түсінді. Осылайша қыз тағдыры қапастан шығып жарыққа бет алды. Оның жолы ауыр болса да, жүрегі мықты еді. Ол анасына да, өзіне де бақыт сыйлады. Бұл тек бір қыздың ғана емес, барша тағдырға тұсаулы жандардың еркіндікке ұмтылу тарихы еді. Әңгіменің соңы